А ну иди сюда, сейчас решил ко мне лезть, ты засранец. А, ну иди сюда, попробуй сам Сәлем YouTube, шұғыл жаңалық. Сіздер біздің Қазақстандағы ең басты проблема ол жол деп ойласаңыз, яғни жаңбырдан кейін еріп кететін, немесе күннен күнге өсіп баға деп ойласаңыз, сіз қателестіңіз. Біздің депутаттар осы проблемадан үлкен проблема тапқан екен. Ол кинодағы боғауыздар. Сіз қате түсінген жоқсыз, кинодағы боғауыздар бізге әділетті және жаңа Қазақстан құруға кесел келтіріп отырған екен. Бүгін біз осы біздің ұлы депутаттарымыздың боғауыз әлеміне жасаған көстөбе походын қарастыратын боламыз. Отырыңыз, шай дайындаңыз, күлкілі болады, абсурдны болады, арасында кішкене бір ұят сезім оянуы мүмкін. Ескертіп атқаным ғой. Кеттік. Жалпы проблема неден басталғанын айтып кетейін, не үшін бұл түсірік болып жатыр. Сонымен Қазақстан деген елде Рүстем Омаров деген режиссер өмір сүреді. Оны бәрі таниды, ол Сәке деген сериалдар түсірген екен. Және де жаңалықта Офсайд деген сериалы YouTube'қа шықты. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, оның сериалдардың бір ерекшелігі бар. Онда адамдар, басты кейіпкерлер абайдың тілінде сөйлемейді, енді бір боғауыз айтып кететіндер бар. Пацаны вообще местные. Шеф в курсе, что меня задержали? Все в курсе. Вам же уже сказали, все, что вы будете говорить, будет использовано против вас в суде. Алло, да, шеф? Долбаный, вы что там устроили, а? Шеф, у нас задержание идет? Я знаю, сука, тупорылый, поэтому я звоню, сворачивай там все быстро. У нас тут с поличными? Так, блядь, тупой! Не дай бог информация всплывет, что мы Саяна поймали, отпустили, я, сука, тебя закрою! Иди отмазывайся быстро! Есть, шеф. Что шеф говорит? Выйдите все. Выйдите все нахрен! Это же конченая, сука, гнида же. Ребят, ну ё-моё, ну зачем вы так? Я же за народ, я же помогаю народу. Что скажешь? Саят Саматович, произошло недоразумение. Извините за испорченный вечер. Испорченный вечер, пиздец, шеф звонит. Да, все поняли они. Извинились, конечно, он уже уходит. Даже я скажу, бежит он. Все хорошо. Рахмет, ага. Сейчас, сука, обосрался, да, подставить меня. Ты, блядь, у меня на районе ходить не будешь, мразь. Все, шеф. Все долбоеб, это меченые деньги, баран. Тварь! Жұрт жаңағыдай бұл сериалдарды көреді, біреулер мақтайды, біреулер даттайды. Бірақ бұл кез кішкене өзгеше еді. Себебі сахнаға екінші басты кейіпкер шығады. Оның есімі Құдайберген Бексұлтанов. Бір суббота немесе воскресенье кешінде скучнук бітті ме, әлде бос уақыты көйіп кетті ме, YouTube'қа кіріп бір қазақстандық сериал қарады деймін. Ондағы боғауыздарды көріп, жалпы жағдайды көріп, төбешеш тіктіріп, жиналыс залына жүгіріп, мына сөздерді айтқан еді. Хамство, низменность, пошлость через фильмы. И так у нас в соцсетях кишит все это. А мы еще ставим такие фильмы. Поэтому хотел бы знать, а есть ли бюджетное финансирование на эти фильмы? Если есть, это вообще катастрофа. Как же так? Қазір қандай фильмдерді қарап жүр біздің жастар? Вот, пожалуйста, Саке, Паке, прокурор, Қара-қарға, 105-ші мектеп. Жасөспірімдер, екі сөздің бірі боғауыз. Біз қайда барамыз? Президенттің алаңдаған бәріміз естідік қой осы жолдауында. Не болып барады? Ерді, әйелді, жасты, үлкенді, екі сөздің бірі боғауыз. Кішкентай бала және тілшік береді, боғауыз етіп айтқызады да, соны салып басып қояды. Ол не сұмдық? Қайда болған қазақтардың осындай тәртібінде? Мұндай мәселе болмаған ғой. Сондықтан осыған жауап беріңіздерші. Осы бүгін біз не істеуіміз керек тағы да? Рахмет. Жақсы, жиналысқа шығып айтарын айтты да, содан кейін не болды дейсіңдер ғой? Это просто тупость вселенского масштаба. Яғни не болғанын Рүстем Омаров өзі айтып кетсін. Всем ассаламу алейкум. Ребят, по поводу сериала «Офсайд». Все началось вчера. Наш многоуважаемый депутат сказал, что нам нельзя материться. Год молчал и решил про наш сериал сказать Саке. Құрметті аға, вам нужны другие сериалы смотреть. Саранча бар, Тамаша бар, соны қарап жүре беріңіз. Тем более я за вас не голосовал, и вообще вряд ли за вас кто-то голосовал. Вот. Теперь по поводу Инстаграма. Я не знаю почему, я не могу зайти в свой собственный Инстаграм. Сказали, что пароль неверный, то есть все, короче, то ли заблокировали, то ли что. Я не мастер спорта по Инстаграму. Ребята восстанавливают, дай бог восстановят. По поводу YouTube канала. Мы уже почти набрали 300 тысяч утром. Но, к сожалению, что-то с ним случилось, какие-то жалобы. Короче, я тоже не мастер спорта.
проблемы есть, ребята решают. Но я думаю, ничего страшного тут нету. Создадим новый YouTube канал, еще есть YouTube канал, будем туда выкладывать. Если с ним опять что-то случится, ну, значит, на DVD будем выпускать или на видеокассеты. Как помните, раньше на Зеленом базаре продавали, так и будем делать. Вот, поэтому не переживайте, все, кто переживает, рахмет. В любом случае мы покажем этот сериал. Есть люди, которые не хотят этот сериал, чтобы мы показывали. Но, ребят, извините, вот такие депутаты, которые говорят нам не материться. Ну как после этого не материться? Всем спасибо, до свидания, аман болыңыздар, 30-та көп уақыттарыңызды өлтірмеңіздер. Рахмет. В общем, оқиға осындай. Депутат өз ойын айтты, Рүстем Омаровтың еңбегін жоқ қылды. В прямом смысле. Инстаграм кетті, Ютуб кетті, бірақ осы историяға жалпы тоқталып кетеге өз ойымды айтып кеткім келіп тұр. Не үшін бұл кәдімгі тупость вселенского масштаба екен. Енді түсініп жатырық, не болып жатқан Рүстем Омаровпен жаңағыдай Инстаграм кетті, Ютуб кетті деген сияқты. Бірақ осы бөлімде, қазіргі бөлімде осы жағдай өте қорқынышты жағдай екенін, ол бір. Екіншіден, бұл самый осы 35 жыл тарихтағы Қазақстанның болған самый тупой история екенін дәлелдейтін бір железобетонный аргумент келтіргім келіп тұр. Жақсы, бірінші аргументті айтып кетейін. Не үшін депутат осы Рүстем Омаровқа соншама артынан қуып, соншама қастандық жасады? Не үшін? Сонда Рүстем Омаровтың сериалдарының, киноларынан шыққанға дейін барлық фильмдер, сериалдар тек қана тәрбиелі нәрсе туралы болды ма? Әлде сол сериалдағы, фильмдағы адамдардың бәрі Пушкин тілінде сөйледі ме? Жақсы, бір нәрсеге көңіл аударайық, Рэкетир деген фильмге тоқталып кетейік. Өте тәрбиелі фильм, өте зор фильм, Неге үйретіп жатыр дейсіңдер ғой? Тек қана тәрбие. Шекерше, район ше. Жақсы, алысқа кетпейік, 532 фильміне тоқталып кетейік. Анда 60% боғауыздан тұрады адамдардың сөзі. Неге сол кезде сіз шықпадыңыз? Неге сол кезде адамдар шығып, плакатты көтеріп, ойбай мынаны бәлен тоқтатыңдар, мынау толған боғауыз екен, неге үйретесіңдер деп ешкім айтқан жоқ? Неге? Сонда бізде дұрыс боғауыздар бар, және бұрыс боғауыздар бар ма екен? Әлде біз білмейтін жаңағыдай мәжіліс шығарған список бар ма екен? Мына боғауыздарды қолдануға болады, мынарды болмайды деген сияқты. Мына 3 әріптен тұрса болмайды, 5 әріптен тұрса болады деген нәрсе ме екен? Өте қызық жағдай. Бұл бред қой жалпы айтқанда. Сонда меніңше просто біздің депутат алды да ютубқа кірді, көзге түскен сериалды қосты да, боғауыз айтқан көрді, дабыл қақты, шықты, трибунаға шықты, өз ойын айтты, артынан қудалады, осы жағдайға келіп тоқтады деп ойлаймын. Енді келесі бөліміміз, яғни защитники морали деген адамдарға арналады. Бұлар бір атақты сөздер бар, яғни бұны балалар көріп қояды деген сияқты. Біріншіден енді бір айта кететін нәрсе бар, бұл кісілер білмейтін болар. Атам заманынан бастап возрастной рейтинг деген нәрсе бар. Сіз бір ойын сатып алғанда, кино қарағанда, интернеттен тағы да бір нәрселерді естегенде, бір товар алғанда, ішінде возрастной рейтинг тұрады. 18+, 16+, 6+ деген. Ол не? Ол ата-аналарға арналған намек. Яғни бұл 18+ болса, кішкентай балаларға қарауға болмайды деген сияқты. Немесе кинотеатрлардағы адамдар тұрады да жаңағыдай кішкентай балалар жібермейді. Себебі неге? Онда 16+ деп тұр. Онда өлім болуы мүмкін, қан болуы мүмкін, яғни әртүрлі бір сценкалар болуы мүмкін. Ол содан қорғайтын нәрсе бар бізде. Оның аты возрастной рейтинг. Яғни біздің депутаттар алдыда ата-аналарға түсіндіру жұмысын жүргізген жоқ. Яғни әрбір фильмде осындай нәрсе болады. Сіз балаңызды не қарап жатқанын дұрыстап қараңыз. Балаң не қарап жатқанына сіз жауаптысыз. Түсірген адам емес, сіз жауапсыз деудің түсіндіру жұмыстарын жүргізудің орнына алтта барлығына запрет қойып тастады. Яғни родительский контроль деген нәрсе қалды. Бұл контроль всего Казахстана болып кетті ғой, в общем. Екіншіден, давайте честно бар ғой, осы жерде тоқталып кетеге. Үлкен адамдар, өзіміз сияқты семьямыз бар деген сияқты жұмыстан кейін келіп, үйімізді алып жүріп, телевизорды қосып, жаңағыдай осындай боғауызы бар, өлімі бар сериалдар қарағанды ұнатамыз. Сол арқылы демаламыз. Солай ма? Ал бұлар алады да обязательно бір ағашқа керек дейді сендерге. Бір ағашқа тұрады да саған мынау болмайды, мынау болады деп тұратын ағашқа керек дейді бізге. Біз далбайөппіз ба, дауымбыз ба, біз кімбіз сонда? Неужели біз өзіміз шеше алмаймыз? Бұл сіздердің істеп атқандарыңыз қамқорлық емес. Бұл сіздің істеп атқандарыңыз неуважение бізге. Сіздер бізді өте төмен адам санап тұрғандарыңыз. Солай емес пе?
мысалға алайықшы, давайте бір мысал алайық. Бір жарым алады да огонекті алады да толтырып жеп, содан кейін іші ауырады да ат жығады. Ойбай, огонек деген жаман екен, бәріне запрет қояйық деп. Мен мысалы огонек жақсы көремін, мен асыра сілте жемеймін, сондықтан менің ішім ауырмайды. Мен далбой емеспін ғой, көп жеп қойғаным сияқты. Сондықтан бұл тупость қой, дәл осындай жағдай. Осы сериалда дауысына давайте біздер өзіміз шешейік, жігіттер, өзіміз шешейік, не қарау керек екен, не тыңдау керек екен. Үшіншіден, енді осы проблеманың көлемі туралы айтып кеткім келіп тұр. Қандай көлемде тұр, қандай орында тұр де Қазақстандағы проблемалар бойынша. Бізде күн сайын бағалар өсіп жатыр, жолдың сапасы төмен, медицина бар, білім саласы бар. Мына барлық сол проблемалар жинайық та, лақтырып кинодағы бір қайда жоқ боғауыздарға давайте көңіл аударайық. Өте дұрыс жасадыңыз. Как раз бір-екі адам отырған үйінде, ой, мына сериалдар тоқтататын, боғауыз айтатын. Вот осылар Қазақстан дамытпай жатқан. Бір басын бастап, түрмеге тығып, анам киноларды удалить етіп, содан кейін Қазақстан өмір сүріп кетеді, яғни 30 дамыған елдің қатарына қосады деп адамдар бар еді. Арманды орындадыңыздар. Рахмет. Бізге көзімізді аштыңыз. Осыған дейін білмей жүрген едік сондай проблема бар екенін. Рүстем Омаров құлады почти. Молодцы. Давайте енді басқаларында қатырайық, басқаларында жабайық, тоқтатайық. Жалпы искусство деген керек емес нәрсе. Лучше жұмыс жасасын да. Жалпы жағдай күлкілі жағдай. Қарап қараңыздар. Настолько кейбір адамдар жай адамдардың, яғни әкім емес, депутат емес, қандай жағдайда өмір сүріп жатқандарын, оларда қандай проблема бар екенін тіптен білмейді. Просто аласында бір хайповать ету үшін, бір проблема жұмыс істеп жатыр деген сияқты вид көрсету үшін аласында бір какой-то бір проблеманы жауып, соған мәз болып, отчет тапсырып, яғни біреудің көзінше очко жинап, сондай бір мәз болады екенсің дейді ғой. Енді примерно сондай жағдай ғой. Жарайды, енді қалжыңдадық, айттық, бір нәрсені салыстырдық. Енді боғауыз туралы емес, жалпы осы жағдай туралы айтып кеткім келіп тұр. Бір адам публикаға шығып, бізге айта бастаса, сен мынаны тыңдауға болмайды, саған мынаны істеуге болмайды, мынаны қарауға болмайды деп бастаса, бұл бізді қорғау деп есептемеймін. Бұл біздің жеке шекарамызға, біріншіден, екіншіден біздің еркіндігімізге, яғни еркін сөйлеуімізге, еркін таңдау жасауымызға қол соғу деп есептеймін. Жалпы мына өнер деген нәрсе ол айна. Яғни сол айна арқылы біз өмірімізде қалай не болып жатқанын көреміз. Оны күлкілетіп көрсетсін, оны шындық етіп көрсетсін. Жалпы біздің өмірімізді көрсетеді, Ал өмір всегда духидің иісі шығып тұрмайды өмірден. Онда да бір зұлымдық бар, онда да бір грязь бар, яғни әділетсіздік бар, онда да боғауыз бар. Адамдар солай сөйлеседі. Екінің бірі боғауыз айтады, мен де айтам, кішкентай балалар айтады, үлкендер де айтады, бәрі айтады. Мысалы, ойлап қарашы, бір режиссер алады да бір бандитті көрсетеді, ал бандит келеді де, саламатсыз ба? Менің есімім деп бірдеңе деп сөйлеп тұрса, бұл өтірік нәрсе ғой, бір фальш қой. Сен сенбейсің ғой болып жатқан нәрсеге кинодағы, солай ма? Сондықтан әрбір өнердің мақсаты ол шынайы болу. Удобный болу емес, біреуге ұнау үшін жасалу емес, ол шынайы болу керек. Ал сол бір кісі келіп сол шынайылыққа қол сұғуы, яғни запрет қоюы бір нәрсеге, ол мына нәрсемен тең. Мысалы, художникке келеді, суретшіге келеді, айтады, сен мына қара красканы қолданба дейді. Ол сұрайды ғой, не себепті деп. Ол қара түс деген, ол мрачный, ол мен көңілім түсіреді, сондықтан қолданба, бұл болмайды деуге бір нәрсе абсурд қой, былай тыңдап тұрсаң, солай ма? Бұл жағдай жалпы ең қорқынышты жағдай деп басында айтып едім. Енді не себепті екенін айтып кетейін. Бүгін олар келеді де біздің сериалдардағы боғауыздарды алып тастайды. Ертең келеді де жаңағыдай сериалдардағы, кинолардағы политика туралы әзілдеріңіз ұнамайды деп оларды алып тастайды. Сосын бір күні біздер оянсақ, әлем өте дұрыс, бәрі удобный, бәрі сыпайы, әдепті, яғни бәрі сондай бір тіссіз нәрсе болып көрініп тұрады да, шыны керек. Яғни бәрі тек қана ыржиып, тек қана дұрыс сөздер айта бастайды. Сондай өмірде өмір сүргіңіз келе ме сіздің, ойлап қараңыздар? Мен мысалы жоқ. Маған шынайылық керек, маған зұлымдық керек, маған жақсылық керек, маған боғауыз керек, маған жақсы сөздер керек. Және де менің ойымша, үлкен жастағы адамдар не қарау керек екен, не тыңдау керек екен, не оқу керек екен, өздері шешу керек деп ойлаймын. Маған няня керек емес, қасымда отырып, сен мынаны істе деп айтатын. Ал енді, вот такие у нас пироги. Рустем Омаровқа сәттілік тілегім келеді.
не сдавайся, только вперед. Ал бізге өз басымызбен ойлап, мына бізге келіп тұрған нянькілерді на все три стороны жіберуіміз керек. Өзіміз ойлап, өзіміз не қалаймыз, соны істеуіміз керек деп ойлаймын. Ал енді сіздің шерет комментарияға жазып кетіңіздер, бұл жағдай туралы жалпы не ойлайсыздар? Бұл шынымен халық туралы ойлап тұр ма, яғни қамқорлық жасап тұр ма, әлде бұл какой-то бір дешевый хайп па, яғни өзіне очко жинау ма? Соны жазып кетіңіздер комментарийге. Егер менің айтқандарыммен келіссеңіздер, лайк, подписка, яғни осы нені дамытайықшы YouTube каналда. Тағы бір айта кететін нәрсе, осы жылдың соңына шейін 1000 подписка жинағым келіп тұр. Сол жағдайда маған монетизация қосылады. Ал монетизация қосылса, контенттің шығуы жаңағы жиі болады, қызықты болады. Яғни маған бұл үлкен мотивация болар еді дегенім ойында баяғы. Ал менімен тікелей эфирде сөйлескіңіз келсе, Twitch және TikTok каналымда тікелей эфир күн сайын почти жүріп жатады. Соғанда ссылка арқылы өтіп тіркеліп кетсеңіздер де болады. Ол жерде біздер көбіне ойындар ойнаймыз, әртүрлі темада әңгімелер айтамыз. Жақсы, сау болыңыздар. Соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Сендер самый лучшийсыңдар ғой, короче. Давай, көрісеміз.